Zafer. Serposun altında ama cevap
кеңесінің төрағасының басшысы жұбайымен менің жанымда отыр, өздеріңіз білесіздер. Былтырғы желтоқсанның 16-сында тәуелсіздігімізді жариялаған кезде жоғарғы кеңестің төрағалық жасап отырған осындағы жаулаулар көпұлтты депутаттардың арасынан көп халықтың ішінен сөз тауып, дұрысын тауып, басын біріктіру оңай мәселе емес. Сондықтан айтқан рахметтеріңізді осы кісіге жолдасаңыздар екен деп айтамын. Екіншіден, осы дастархан басында отырған кабинет министрінің төрағасы Терещенко деген жолдастар бұл ылғи айтушы еді. Менің қазақша сөзім ол жақтан келмес. Бірақ бүгін ойланып қалды. Ол жақтан мағандар қазақтың тілін айталай беру керек екен. Сондықтан мінекей төрағалық жасап осының барлығын ұйымдастырған, өкіметті басқарып отырған азаматымыз Сергей Терещенко. Біздің вице-президент Еркен Асанбаев президент көйлестерінің Шымкент облысына келді. Тағы да 19 облысты басқарып отырған біздің әкімдеріміз отыр ортада. 19 облыстың кеңесін басқарып отырған төрағалар отыр. Жаңа жігіттердің айтысында бұл президентінің жайында талдайтын үстіндағыдай бұқар жырау неге болмайды дейді. Сондықтан менің жанымда жүрген серіктерім, бір жағынан, екінші жағынан тіректерім, үшінші жағынан замандастарым, Олжас пен Мұхтар бар. Солар аман болса, тілмен де сөзімен де біздің істеп жатқан қызметке ел жұртқа қамдар деп ойлаймын. Одан басқа да жазушы ағаларымыз бар, неше түрлі біздің жарып шыққандай келген ақындарымыз да бар, композиторларымыз да бар. Қолымыздан келгенше бәріміз өзімізді көрсетіп жатырмыз. Сондықтан мынау қара шаңырақтың ақ дастарханы алдымызға жайылып тұрған кезде менің жаңа айтқан сөзіме қосып айтатыным, әр уақытта ата жұртқа жолдарымыз ашық болсын. Осы іздеп келген жұртымыздың бірлігі, жерінің тұтастығы, басындағы бейбітшілігі ұзағынан болсын. Бәрімізге жақсылық тілейік, бақытты болашақ тілейік. Өркениетті ел болуды арманды жүрген халқымыздың арманы орындалсын дейді. Сондықтан алдарымызда тұрған мынау аққымызды, ақ тілекпенен бәрімізге жақсылық пен бақыт тілеп, көте жіберулеріңізді сұраймын.
şarşagan kaldı. Mine hazır jetinde oşagan şükür olsun uzaklan olsun. Biz sizlerge her kaysımız yolup şeke konumuzdeyiz. Her boş koymayın biz esir aşıldı. Sol saldırıda sizlerimiz ömrümüz. Yerlerinize ülken senemeyin. Но каждый человек область для нас дорог. Будь то казах, будь то немец, будь то русский, будь кто-то другой. Я понимаю, что сегодня многие из вас решают вопрос по тому, где быть, вернуться на родину предков или нет. Это дело каждого человека, и я думаю, каждый человек может для себя решать. Мы же, администрация Тюменской области, считаем, что наша задача состоит в другом. Наша задача состоит не в том, чтобы людей отправить. Наша задача состоит в том, чтобы людей сохранить, чтобы людей оставить в области, а для этого не запреты нужны. Bu ülken kurultayı, kutuptayı. Kuday kurultayınıza, bağrınıza layık. Koca Ahmet Yesevi degen kişi, hükümetler çarpman kişi. Ahmet Yesevi. Bize kaç yerden saraylarını kelgeni varını açtım. Sonuçta sözde var, kişide var. Doğasından gelen bağlılarımızın yemişkenler yetiyor gelir, sonra kömür kömürsüne selimde kısırıyla artık işim olmadan yeteriminde artık darbayım. Birinin adı Albaykan, birinin adı Adraykan, yekevde narbiye getirmedi. Kazakça bilmiyor mu? Ne gelin? Kafalar böyle. Kafalar hoşuma gitmez.
таптық жанелем қара қылды қақ жарып жүрсің біреу мақтап кетеді біреу даттап жанелем оңбай кеткен сөздерге анау-мынау десең де қимайды екен көздерге. Көңілі шыр жігітке бір жар керек жан еркем, сондай жарды ғұмырда таппай кетсең қызық жоқ өмірің неге керек жан еркем, сыйлай кеткен жөн білгем, оңбай кеткен сөздерге Но начну его такими словами. Велик и счастлив будет тот народ, который слышит из уст президента песни. А сегодня я хочу сказать, что мы представляем Астраханскую область, где проживает 130 тысяч казахов, каким является Краснодар. Мы, астраханцы, всегда были, есть и будем самыми близкими, самыми добрососедскими отношениями крепить нашу дружбу. Позвольте, уважаемые друзья, поблагодарить вас за теплый товарищеский прием, выразить надежду, что наши добрососедские отношения послужат улучшению жизни народов, проживающих на наших территориях, и İstanbul'dan arnayı yaşatılgan ata-babamızın ölgönümüz tirilip, öşkönümüz yangan, dağlagan жалын суымыз, ölgönümüz tirilgen жалпы жоқтан келген қазақтарымыз, қадірлі қанымыз сізге осы жасаған. Мынаның түрі жақсы. Әбек арнайы жасады. Мынау жаңбырда күнде солмайды, қадірлі төраға.
Çıkmayın. Bunlar çıkmıyor, kөгілдір. Күнгө толмайды ага. Жаңбырларда Бұл енді осы бүтін кететін сулар ортақ жаталар. Арнайы келген. Отанымыз. Это жақсы. Это будет гимн всех казахов, возвращающихся на Bunu biz Yurttaşlık Komiteti Bakmış Eştaşlık және оның семьясының мына жанымызда отырған үлкен адам кісі қайғырысып, соларға деген көңіліне кішкене де болса бір септігіміз тисе деп алып берген үлкен кісі базарлық деп түсінеміз. Ал енді мынау осыны бүгін Çetelerde sorduğum çok sevdiğimiz gerek olan Meydanımızı Kazakistan tanıtıyor çetelerde. Davasımız çıkarken Kazakistan'ı tanıtıyor, çetelere ait olur. Yani Kazakistan'ı ücretse hiç bilmeyiz. Kırgızistan kaydan geliyorsunuz, Kazakistan'ın gelmesi kaydını ücretiyor. Dostluk olan bulduk. Az olsa ki tanımız olup Kazakistan'ı tanıtan kez tanısın. İnsanlar kurultay kendisinden dostu Rakel yani. Çok olmasa da az olsa da çok sıfır bunlar. Komitesiniz, komitesiniz. Biz adam gözlüktü, adamın kasiyetini жақсы түсінеміз. Қазақта жақсы мақал бар. Көңілмен берген ине, көңілсіз берген түйеден қымбат болады дейді. Сіз аз деп тұрсыз. Біз бұны үлкен байлық деп санаймыз. Үлкен сіздің жүрегіңізден шығып, адамгершілігіңізді көрсеттіңіз. Елім деп жүрдім деп келген. Мұнда біз рахмет айтамыз. Бұл 5 балаға 5 жігітке ат болады. Бірақ дегенде сіздің аз жағыңыздағы жүрегіңізден шыққан жауаптың өзі бүткіл қазақ қаласындағы халық үшін. Біз сияқты үлкендер үшін, мына іскерлер сияқты жастар үшін үлкен мият, адамгершілікке, қасиеттілікке шақырады. Мұнда бір рахмет айтамыз. Барған жерде кейбір айналайын. Мына атам қазақтың 5 түлік малын, 4 түлік малының бір түйе бала, осы жерге бердіңіз. Құдай сізге бағын берсін. Көп жасаңыз, балаларыңыз бұрын көрдім, мен сияқты қартайып шығарып алыңыз. Рахмет айтамын. Ал енді мына Министерство денсаулық министрлігінің соның кеңесшісі, жұмысы қызметі қатынасы. Біреусін осыған берейін. Мына бауырыңыз асы. Мына кімде? Үшеуден ба? Онда мұнда қанша? Тағы бір врачқа Поехали сейчас газетный снимок сделаем, а потом, может, он не сорвется.
біз бұдан бұрын өзіміздің бағдарламамызда сонау Норвегиядан дүниежүзі қазақтарының құрылтайына келген қандастарымыздың құр қол келмей өзінің халқына деген қолдауын көмегін ала келген туралы айтқан болатынбыз. Ол Норвегиядан келген Махмуд Башташтардың сол көмегі бүгін міне парламент үйінде республикадағы мүгедектер қоғамының бір топ адамдарына табыс етіліп отыр. Ендігі сөз кезегін осы қоғамның мүшелеріне берсек. Біріншіден менің айтқым келетіні Махмуд ағамызға және жанымызда тұрғанына, оның балаларына, жеңгейге де көп рахмет, алғыс айтқым келеді. Өйткені бұл кісілердің жасап отырған көмегі бізге деген осы жүрегінен шыққан шын ойымен көмектесем деген ой деп өзіміз сондай сеніммен артып, сөйтіп ойлап отырмын мен мысалы өзім. Шынына келсе біз осы ақырғы кезде қазір әбден үйреніп кеттік пе, білмеймін. Біреу бізге қонаққа келсе әйтеу көмек сұраймыз ба, көмек күтеміз бе, сондай бар. Өйткені мүмкін өзіміздің осы қазіргі егеменді Қазақстанның экономикасына байланысты ба, білмеймін. Мүгедектердің жағдайы